Жылдам ақпарат көріңіздер. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматы демалыс күндері жәрмеңкелердің географиясын кеңейтуде. Алматыдағы демалыс күндеріндегі жәрмеңкелерді ұйымдастырушы Алматы қаласының Алатау ауданында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. 17-18 мамырда жәрмеңке пилоттық форматта өтеді. Бұл жергілікті шаруаларға өз өнімдерін, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерін сатуға, ал тұрғындарға оларды қолжетімді бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. Мәдениет тұрғын үй кешенінің аумағында 7 сауда павильоны орнатылып, онда жылқы, сиыр, қой және құс еті, сүт өнімдері, жұмыртқа, көкөністер мен жемістер, сондай-ақ жаңа піскен нан өнімдері қойылады. Тұрғындар арасында сұраныс болса, Алатау өңіріндегі жәрмеңке сауда орындары мен сатушылар көбейіп, апта сайын өткізілетін болады. Қазіргі уақытта мегаполисте демалыс күндері жәрмеңкелер қаланың келесі аудандарында тұрақты түрде өткізіледі. Алматы ауданы Масанжи көшесі мен Гоголь көшесінің арасы, Әуезов ауданы, Бостандық ауданы, Медеу ауданы, Меңдіқұлова бульвары, Бектұрова көшесі. Жәрмеңкелерге апта сайын 45 мыңнан астам келушілер келеді. Өнімдерді Алматы мен Алматы облысының 300-ден астам ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер мен фермерлері ұсынылады. Сатылымда ет, жұмыртқа, көкөніс, жеміс-жидек, сүт өнімдері, шұжық, бал және басқа да тауарлар бар. Сәрелерде 100 мыңнан астам азық-түлік тауарлары ұсынылған. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.